Қазақстандағы халық ағарту ісінің тұңғыш абызы Ыбырай Алтынсарин. Ол халықтың сауатын ашып, сана сезімін арттыруды өзінің негізгі міндеті санады. Нұрсұлтан Назарбаев. Білім бажыртар, тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғаша, жылдан хабар алғызды. Аты жоқ құрарбаны, мың шақырым жерлерге, күн жанында барғызды. Адамның қосымен таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта. Ыбырай Алтынсарин. Өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар. Тастан сарай салғызды. Өзен, таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта аралап. Өзен, таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта. Ашылып кеткіз жүрді жапақтарда, тамағымызды жол шепті сапарларға. Ешнәрсені көре алмай келе жатса, көзіне түсті алыс. Ашылып түлкі жүрді жапандарда, тамағымызды жол шепті сапарларға. Ешнәрсені көре алмай келе жатса, көзіне түсті алыста жалғызға. Кел балалар оқылып, кел балалар оқылып, оқыған көңілде аз ашылып түлкі жүрді жапандарда, тамақ іздеп жол шекті сапарларға. Ешнәрсені көре алмай келе жатса, көзіне түсті алыс ананың сүйі. Кім сендерді балалар сүйетұғын, қуанышына қуанып, тастан сарай салғызды, ашылық алыс жерлерде көзіңді ашып жұмғанша жылдан хабар алғызды. Аты жоқ бұл орынды жеңіп алғаны үшін Бұқыбай мирас марапатталады. Қадамың құтты болсын. Жиналатын Ағалбай.
тез.